Адамдардың жан айқайы дұрыс Алламен қарым қатынаста болғым келеді. Аллаға дұрыс дұға жасауды білгім келеді дейді. Сіз үйретесіз бе дейді. Аллаға шүкір, осы кванттық дұғаны жасау арқылы менің өзімнің өмірімде керемет өзгерістер болған. Қаншама шәкірттерімнің де өмірлерінде керемет өзгерістер болған. Қарыздан да құтылған, ара қатынасы реттелген, Алла мен адамның ара қатынасы реттелген. Негізі Алла мен адамның ара қатынасы реттелген кезде оның айналасында реттілік пайда бола бастайды. Дұға мұсылманның қаруы. Дұға жасау арқылы барлық проблемаңызды шешуге болады. Егер де сіз Алламен дұрыс байланыста болғыңыз келсе, Аллаға дұрыс дұға жасауды үйренгіңіз келсе, менің арнайы сізге арнап қойған дұрыс дұға жасау жолдары атты сабағымда дайындап қойдым. Дәл осы дұрыс дұға жасау жолдарын білгіңіз келсе, комментарийға плюс батырмасын қалдырып кетіңіз.